Бизнестің де проблемасы көп. Ұлттық компаниялар мен ірі бизнестегі кемшіліктерді және интригаларды анық-қанық беріп келе жатқан бұқаралық ақпарат құралдарының бірі Неге KZ ақпараттық сараптамалық порталы. Бұл портал бизнес әлемін өзінің алақанындағыдай көріп отырады, бес саусағындай біледі. Талдаулары да тұшымды, түсінікті болатынды сондықтан. Мысал ретінде соңғы күндері жарияланған 2 мақаласына тоқталамыз. Екеуі де өте маңызды, өте өзекті. Мұнда бизнестегі құйтырқылықтардың құлағы қылтияды. Кеш жарық ағайын, бұл неге ақша бағдарламасы? Портал жариялаған утилдің черный кассасы жасыл даму неге үкіметтің әмиянына айналып кетті деген тақырыппен берілген мақаласының жүгі ауыр. Себебі бұл мақала ірі компаниядан бұрын үкіметке, қала берді мемлекетке сын. Онда мынадай жайттар баяндалады. Жасыл даму акционерлік қоғамы 2024 жылы утилизбордан жинаған 306 миллиард теңгені қайда жаратарын білмей инвестициямен айналыса бастаған. Үкімет бос ақшаны өзінің облигацияларын сатып алатын инвестор ретінде пайдалануға көшті. Банктерде утилизбордың қызығын көріп рахаттануда. Ал былтыр жасыл даму өзінің утилизация және экологиялық негізгі бағытына небәрі 3,5 миллиард теңге бағыттаған. Утилизбордан жинаған ақшасымен өзінің сол қаржыны жинаудағы мақсатына жұмсалған сома арасындағы айырмашылық 100 есеге жеткен. 2024 жылы утилизбор ақшасы қалай жұмсалғанын қарайық. 85 миллиард теңге төтенше жағдай министрлігіне өрт сөндіруші, басқа да құтқарушы техника алуға, 17 миллиард теңге жол салатын арнайы техника алуға, 15 миллиард теңге автобус сатып алуға бағытталған. Олардың көлік утилизациясы, қоқысты өңдеу, экология бағыттарына қатысы қанша? Мұндай жаңару төтенше жағдай министрлігінің, жергілікті әкімдіктердің өз бюджетінде неге қарастырылмайды? Ең қажетті және мақсатты бағыт тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт салуға бар жоғы 3,5 миллиард теңге бөлінген. Утилизбор өзінің бастапқы мақсатынан мүлде ауытқып, үкіметтің жетпей жатқан тесіктерді қаржыландыра салатын ыңғайлы әмияны саналып кеткенін осыдан анық көруге болады. Жасыл даму акционерлік қоғамы экологиялық жұмыстың операторы емес, кезекті инвестициялық компанияға айналып бара жатыр. Былтыр 306 миллиард теңге жинаса, өз қызметіне 122 миллиард теңге жұмсады. Есептелген 41 миллиард теңге салықты алып тастағанда қалғанын облигациялар мен банк депозиттеріне салып, репо мен овернайтпен ойнап, қазынашылық қызметке кәдімгідей белшеше кірісіп кеткен. Ең алдымен қаржы министрлігі компанияға өз облигацияларын биржа арқылы сатып, қарыз алу мәселесін шешіп алды. Утилизбор ақшасына 114 миллиард теңгеге облигациялар алынды. Банктерге депозит ретінде 120 миллиард теңге салынған. Қазір банктер үшін жасыл даму майлы клиент болып отыр. Осы арқылы компания банк пайызынан ақ 36 миллиард теңге тапқан. Жасыл даму компаниясының әкімшілік шығындары 2,4 миллиард теңгеге жеткенінде біршама сұрақ туғызады. Ол негізгі функциясын дұрыс атқара алмай отырғандықтан ондай шығындар тиімсіз деп саналуы тиіс. Утилизбордың қазіргі күйін депутаттар сырттан сынағанымен, мәжілістің де, сенаттың да тісі батпады. Жалпы көп жағдайда қоғамдық бақылау мәселесіне келгенде парламенттің бос фикция екендігін мойындайтын уақыт келді. Оның айқын себебі жасыл даму өзінің қызметі, шығындары мен тиімділігі турасында ешкімнің алдында ашық есеп берген жоқ. Бір депутат қана жасыл дамуды сипай қамшылап сынады, сонымен іс бітті. Ал Эйр Астана компаниясында да түсініксіз нәрсе көбейген. Табудай табады, бірақ шығыны табысынан асып түсіп жатады. Сонда бұл қандай бизнес? Үкіметке қашан пайда әкеледі? Бұл компанияның ішіндегі қаржылық жөнсіздіктер жайлы портал талай рет мақала жариялады. Осы бірер күн бұрынғы кезекті мақала табысы көбейсе, капиталы азайды. Эйр Астана акциялары неге құлдырауда деген тақырыппен басталады. Онда былай делінеді.
2025 жылдың жарты жылында Air Астана ұлттық тасымалдаушысы бір акциясының баланстық құны былтырғы 579 теңгеден 532 теңгеге дейін арзандаған. Оған ұлттық компанияның меншікті капиталының 15 миллиард теңгеге азайып қалуы себеп болды. Қазір Air Астана капиталының көлемі 192 миллиард теңгені құрайды. Бір жыл бұрын ол 207 миллиард теңгеге барып тұрған еді. Есесіне компанияның міндеттемелері 110 миллиард теңгеге көбейіп, бүгіндері 854 миллиард теңгеге жетті. Мойындау керек, 2025 жыл Air Астана үшін былтырға қарағанда жаман өтіп жатқан жоқ. Былтырғы төменгі базаның арқасында биылғы жарты жылдықта выручканы 12%-ға, ал таза пайданың 131%-ға өсіру мүмкін болды. Бірақ әуе компаниясының қаржылық көрсеткіштерінің жақсарғанын нарық мойындамай отыр. Сондықтан биржадағы айналымда жүрген акциялары әлі күнге дейін IPO-дағы бағасынан 40%-ға арзан сатылуда. Компания инвесторлардың мұндай төмен бағасымен келісе алмаса да ештеңе істей алмайды. Былтыр Air Астана акция иелеріне таза пайданың 20%-ын дивиденд ретінде үлестірген еді. Бірақ былтырғы таза пайдасы небәрі 25 миллиард теңге болғандықтан дивидендке бағытталған 5 миллиард теңге жұмырға жұқ болмаған сыңайлы. Сондықтан инвесторлар дивидендтік төлемнен кейін Air тикетіндегі акциялардан тез құтылуға тырысты. Бірақ биыл компания акциялары кәдімгідей қымбаттауы мүмкін. Себебі таза пайданың кемінде 30%-ын дивидендке бағыттауға шешім қабылданды. Және биылғы таза пайда жоқ дегенде 50 миллиард теңгеге жетуі ғажап емес. Онда 15-20 миллиард теңге дивидендке бөлінбек. Ол инвесторларды қызықтыра алады. Мұнда тек компанияның ішкі лоукостері Fly Арыстан ғана проблема туғызып отыр. Fly Арыстан биылғы жарты жылдықта 2,8 миллиард теңге таза шығын алып келді. Қазір Air Астана әуе паркі 61 ұшақтан тұрады. Оның бірнешеуі биыл ғана жеткізілген. Ұшақтардың басым бөлігі тар фюзеляжды және компания Embraer әуе кемелерін қолданыстан толықтай алып тастады. Компания тобы 2029 жылға қарай флотты 84 әуе кемесіне дейін ұлғайтуды көздеп отыр. Air Астана компаниясында қазір бақылаушы акционер жоқ. Мемлекет ең ірі мажоритар болса да толық бақылау құқығынан айырылды. Сонда Самұрық Қазына қорының үлесі 41%, Citibank 21,7%, Bae Systems 17%, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 6,6%. Қалған акциялар миноритарлық акционерлердің қолында. Арнайы сіздер үшін неге ақша бағдарламасы? Құрметті көрермен, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.